Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы сайттың қарапайым алғашқы бетін құру. Сайттың алғашқы бетін құру мақсатында бізге тіл қажет болады. Бүгін біз HTML тілімен танысатын боламыз. HTML тілі бұл гипермәтінді белгілеу тілі болып табылады. Бұл тіл компьютердің программалық және ақпараттық қамтуларының айырмашылықтарын ойламатындай құжат құруға болатындай етіп жасалынған. HTML технологиясы кәдімгі мәтіндік құжатқа басқарушы символдар орналасқан құрылымнан тұрады. Тегтер мәтіннің өлшемін, сызылымын, түсін, мәтіннің орналасуын, беттегі графикалық бейнені, мәтіндік құжатқа графикалық бейнені жасанды қозғалысты дыбысты видео енгізу мүмкіндігін береді. Сонымен қатар, осындай веб-беттермен мағыналы байланыс орнатады. Веб-бет браузерде HTML тегі арқылы берілген түрде қарастырылады. Мұндай веб-бетті HTML файл деп атаймыз. HTML файлының кеңейтілуі .htm немесе .html. Тег ол браузерге тег ішінде орналасқан мәтіндегі бейнелеуді көрсететін басқарушы символ. Тег кіші белгісінен басталады және үлкен белгісінен аяқталады. HTML файлының құрылымын сипаттау үшін құрылымдық тегтер қолданылады. Олар HTML беттің басы мен соңын білдіреді. Head бетті сипаттау, title беттің аты, body бет мазмұны. Енді біз сіздермен сайттың қарапайым алғашқы бетін құруды үйренейік. Ол үшін бізге қосымша редактор қажет болады. Стандартты құралдар тақтасындағы блокнот батырмасын пайдалансаңыздар болады. Немесе Notepad++ қосымшасын пайдаланамыз. Мен алдын ала бұл жерге тегтерді енгізіп қойдым. Doctype HTML. Бұл HTML құжатының кодын білдіреді деген сөзді білдіреді. HTML, head, title. Бұл жерге менің алғашқы парағым деп жаздым. Бұл бізде парақшаның атауын білдіреді. Body экранға шығатын мәтін. Айтқанымдай, HTML сөзімен құжатымызды аяқтаймыз. Сақтап аламыз. Жаңа айтып өткенде HTML файлының кеңейтімі HTML. Браузерімізді ашамыз. Менің алғашқы парағым. Ал бұл жерде экранға шығатын мәтін бейнеленген. Сіздерге үйге тапсырма. Өздеріңіздің алғашқы парақшаларыңызды жасаңыздар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.